Сондықтан экстремизм бұл шектен шығу, терроризм үрей туғызу, террор акциясын, террор актын жасау арқылы үрей туғызу деген мағынаны білдіреді. Экстремизм көп жағдайда адамды дамытатын сондай позитивті, қазір ақпарат өте көп, соны тұтынуға тырысу керек. Алла тағала періштелеріне усджудули адама, Адам алейхиссаламға сажда жасаңдар. Міне бұл пайдалы білім. Көрдіңіз бе? Бұл пайдалы ақпарат, пайдалы білім адамды періштеден жоғары қояды. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгінгі біздің подкастымыздың тақырыбы құқықтық мәдениет және қауіпсіздік, экстремизмге қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы белгілі исламтанушы, теолог Асқар Сабдин ұстазымыз. Ұстаз, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Кей жағдайларда осы қоғамда адамдар діни экстремизм мен терроризм ұғымдарын шатастырып жатады. Сол себепті ең алдымен бізге осы екі ұғымның құқықтық тұрғыдан айырмашылығы қандай, соны түсіндіріп берсеңіз. Бұл екі ұғымның анықтамалары жалпы өте көп. Анықтамада универсалды әмбебап анықтама осы уақытқа дейін жоқ. Әрбір мемлекет, әрбір халықаралық ұйым бұл екі ұғымға әртүрлі анықтамаларды береді. Соның ішінде Қазақстанда да экстремизмге қарсы және терроризмге қарсы екі заң бар. Ислам тану тұрғысынан айтатын болсақ, экстремизм бұл шектен шығу деген мағынаны білдіреді. Яғни ислам тұрғысынан әр нәрсенің өзінің мөлшері болады. Сол мөлшерден тысқары шектен адам шығатын болса, ислам тану тұрғысынан ол экстремизм болып есептеледі. Оның аты татарруф немесе ғулу. Мысалға, Құранда «Ла тағлу фи диникум» дінде шектен шықпаңдар деген аят бар. Тура сол секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам «Иякум вал ғулуа фи дин, фа иннаху ахлака ман кана қаблакум ал ғулуу фи дин». Дінде шектен шықпаңыздар, себебі сізден бұрынғы үмбеттер діндерінде шектен шығып үлкен зиянға ұшырады. Хәлак болды, үлкен зиянға ұшырады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады. Бұл шектен шығу сенімде болуы мүмкін. Адамның дүниетанымында болуы мүмкін. Адамның іс-әрекет амалдарында болуы мүмкін. Сондықтан жалпы діни тұрғыдан бір термин ғулу болатын болса, екінші термин татарруф. Шетін бір тарапты көзқарасқа ие болу. Заң тұрғысынан бұл енді мемлекетке қарсы, конституциялық жүйеге қарсы әрекет жасау, соларға қарсы үгіттеу секілді көптеген тетіктері бар. Қазақстан Республикасында содан кейін 174-ші белгілі бап бар, қылмыстық кодекстің. Ол жерде де ұлтаралық, дінаралық әртүрлі алауыздықты қоздыруда экстремизмге жатады. Жалпы жазасына келетін болсақ, 2000 айлық есеп көрсеткіштен бастайды, 20 жыл бас бостандығынан айыруға дейін сондай санкция қарастырылған, жаза қарастырылған. Экстремизм дегеніміз осы шамамен. Енді заңда толық зон анықтамасы бар, дегенмен ислам тану тұрғысынан осындай қысқаша анықтама бере аламыз. Терроризм дегеніміз негізінде террор деген үрей деген мағынаны білдіреді. Үрей туғызу. Бұл жерде халықтың арасында, бейбіт азаматтардың арасында, мемлекеттік органдардың арасында, немесе халықаралық ұйымдарға қарсы үрей туғызу. Яғни бір террор актын жасау, жару, өлтіру, қорқыту, өрт жасау, тағы да басқа осындай әртүрлі терроризмнің түрлері көп жалпы. Оның да 200-ге жуық анықтамасы бар, бірақ негізгі түбірі үрей туғызу. Террор деген үрей деген мағынаны білдіреді. Ислам тану тұрғысынан бұл ирхаб
яғни адамдарды қорқыту деген мағынаны білдіреді. Бізде де енді қылмыстық кодекстің 255-ші, 256-ші бабы бар. Экстремизм акты және экстремизм насихаттау секілді о жерде әртүрлі анықтамалар бар. Жалпы 6 жылдан бастап 10 жылға дейін, тіпті бір бап бойынша, екінші бап бойынша 7 жылдан 12 жылға дейін және өмір бойы бас бостандығынан айыру жазалары қарастырылған. Сондықтан экстремизм бұл шектен шығу, терроризм үрей туғызу, террор акциясын, террор актын жасау арқылы үрей туғызу деген мағынаны білдіреді. Экстремизм көп жағдайда адамның ұстанымдарында, идеологиясында, көзқарастарында болса, террор ол тікелей іс-әрекет, тікелей амал деп айтуға болады. Осындай шамамен айырмашылықтары бар. Бірақ бізде енді бақ құралдары әртүрлі бұл терминдерді әртүрлі қолданады. Сол үшін халықтың жалпы көзқарасында экстремист, террорист деген көп жағдайда синоним сөздерге айналып кеткен. Келесі сұрағымыз, Қазақстан Республикасының заңнамасында осы экстремизм мен терроризмге қатысты қандай жауапкершіліктер қарастырылады? Бағана айтып кеттім. Жалпы айыппұлдан бастап 2000 айлық есептік көрсеткіштен бастап 2000. Бұл енді қазіргі ақшамен есептегенде шамамен 900 мыңға жуық ақша. 900 мың емес, кешірім сұраймын, 9 миллионнан бастаған айыппұл. 9 миллион, 900 мың емес, 9 миллионнан бастаған шамамен айыппұл. Және экстремизм болатын болса 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру. Ал енді терроризм актісі немесе терроризмді насихаттау баптары бойынша жалпы 6 жылдан бастап өмір бойы бас бостандығынан айыру жазалары біздің қылмыстық кодексте қарастырылған. Сол үшін бұл жерде әсіресе жастарға айтарымыз, Құранда Алла тағала айтады ғой: «Уәлә түлқу биәйдикум иля тәһлука». Өз қолдарыңызбен өздеріңізді қауіпті жағдайға итермелемеңіздер дейді. Көп жағдайда жастар, білесіздер, интернетте эмоционалдық бір нәрсені тыңдайды. Мен жазбадым ғой дейді мысалға. Мен тек бөлістім дейді. Мен репост жасадым дейді, тараттым. Оның бәрі сол, егер экстремистік немесе террористік осындай материал тарататын болса, ол автор ма, ол репост жасады ма, ол интернетте бөлісті ма, ол лайк қойды ма дегенде осының бәрі де есепке алынады. Осының барлығы бойынша жауапкершілік бар, қылмыстық жауапкершілік бар. Сондықтан кез келген діни, әсіресе эмоциямен қыздырылған, сондай бір ішінде өшпенділік сөздері бар, дұшпандықты насихаттайтын сондай бір видеоматериалдар, аудиофайлдар немесе мәтін, тексттер болатын болса, оларды репост жасамастан бұрын, біреумен бөліспестен бұрын міндетті түрде тексеру керек. Қазіргі Құдайға шүкір енді әртүрлі жасанды интеллекттер бар. Тіпті солардан сұрауға болады. Мынау материал Қазақстан Республикасы аймағында тыйым салынған ба, аумағында салынбаған ба? Бұл экстремистік материал ма, террористік материал? Содан кейін жалпы мемлекеттің тыйым салынған әдебиеттер деген тізімі бар. Сол тізімнен де қарап білуге болады. Яғни діни, әсіресе тағы да айтайын, эмоцияға негізделген, радикализмнің кейбір белгілері бар ақпаратты өте мұқият пайдалану керек және мейлінше бөліспеу, мейлінше репост жасамау, таратпау дегендей, сақтамау, оған лайк қоспау, оғының астына комментарий жазбау деген нәрселерге өте мән беру керек. Біздегі енді білесіздер, көбіс жастарымыз білместен репост жасайды, білместен комментарий жазады. Содан кейін осындай үлкен жазаларды арқалап жатады. Сотталып, түрмелерде жазасын өтеп. Көбісі, ой, мен білмедім, мен автор емеспін,
мен тек бөлістім деп ақтағысы келеді, бірақ бұл жерде жауапкершілік жалпы бөліскенге де авторына бәріне ортақ. Ұстаз, енді осы онлайн қауіпсіздік туралы айтып өттіңіз. Енді офлайн ортада мысалға достардың арасында немесе бір белгілі топтардың арасында осы деструктивті идеялардың белгілерін қалай байқауға болады? Енді деструктивті белгілер көп қой, діни маркері бар, деструктивті белгілер көп. Ең біріншісі ол діни тұрғыдан зорлық, зомбылықты ақтау. Мынау адасқан, мен оны ұрам. Мынау адасқан, мен оған шара қолданам. Немесе біз оны бүйтуіміз керек, біз оны жазалауымыз керек. Мынау адам жазаға лайық, бұл адасқан дегенде осындай зорлық, зомбылықты діни мотивтермен ақтайтын болса, бұл мына деструктивті ағымның бір белгісі. Екінші белгісі, бұл енді исламтану тұрғысынан айтатын болсақ, бұл такфир. Яғни мұсылмандарды кәпір деп есептеу, діннен шығару. Көрдіңіз бе? Оларға қарсы әртүрлі айыптаулар айту. Сіздер діннен шығып кеттіңіздер, мұртат болдыңыздар, кәпір болдыңыздар, сіздер кәпірсіздер дегенде осындай сөздерді сарп ететін болса, бұл да деструктивті діни ағымдардың бір белгісі болып есептеледі. Содан кейін жалпы діннің саясилануы. Бұл да бір, яғни діни мотивпен, дінді саясатпен араластырып, мынау қазіргі болып жатқан жағдайға үнемі наразылық білдіру. Көрдіңіз бе? Мемлекеттің әкімшілік және құқықтық жүйесін мойындамау. Көрдіңіз бе? Сонымен қатар радикалды тұлғаның тағы бір сипаты ол өткен шақта өмір сүреді. Ол қазіргі шаққа әрдайым наразы. Болашаққа деген ұсынысы жоқ, қазіргі шаққа, қазіргі адамдарға, заманға ренжулі. Оның миында тек өткен шақ бар, және сол өткен шақты қайтадан жаңғырту, қайтадан іске асыру деген мақсат тұрады. Сол үшін ол өткен шақта өмір сүреді, өткен шақпен әрекет қылады, және қазіргі шақты жек көреді. Сонымен қатар әртүрлі бағанағы айтып кеттік қой, экстремистік және террористік материалдарды тұтынады, іздейді, таратады. Көрдіңіз бе? Іздеуі мүмкін, тұтынуы мүмкін, мысалға өзі тауып, оқып, әртүрлі телеграм каналдар бар қазір, әртүрлі сайттар бар дегенде тұтынуы мүмкін, немесе басқалармен бөлісуі мүмкін. Көрдіңіз бе? Немесе оны электрон түрде емес, бұл ауызша да бөлісуі мүмкін. Көрдіңіз бе? Сол үшін мұқият бақылау керек. Одан кейін радикалды тұлғада міндетті түрде билік, жасанды, виртуалды билік бар деп есептейді ондай адамдар. Яғни мені бәрі тыңдау керек, ата-анам кәпір, олар мені тыңдау керек, мынау имам адасқан, ол мені тыңдау керек. Өздерінде виртуалды бір биліктің бар екенін көрсетеді. Әркімге өзінің мнениесін тықпалай береді. Және сол мнение ғана дұрыс, қалған пікірлердің бәрі дұрыс емес, адасқан, кәпір дегендей, осындай өздерінде иллюзорлық дейін ба, сондай иллюзиялық биліктің пайда болуы. Өзін басқалардан жоғары санау, бір белгілі тәкаппарлықтың пайда болуы, менмендіктің пайда болуы. Осының бәрі деструктивті діни ағымдардың белгісі. Одан кейін ригоризм деген белгі бар. Ригоризм дегеніміз әр нәрсені тыю. Осында әр нәрседе харам көру, әр нәрседе бидғат көру, әр нәрседе бағанағы күпірлік көру, мыналар ширк жасап жатыр, мыналар харам жасап жатыр деп маңайдың бәрінен оқшаулану, изоляция дейді, оқшаулану, бұл да бір деструктивті ағымдардың белгілері болып есептеледі. Бірақ бағанағы айтқанымдай ең негізгі белгісі ол өшпенділік тілі және зорлық, зомбылықты діни тұрғыдан ақтау,
соны насихаттау, басқаларды әрдайым такфир жасау, діннен шығару, көрдіңіз бе, осындай көптеген белгілері бар. Көптеген өлімге қарай асығу, мысалға өлім культі, өмірден безу секілді осындай белгілері бар. Одан кейін тағы бір белгісі ол ғалымдардың, ислам тану тұрғысынан ғалымдардың мансабына көтеріліп, ірі ғалымдардың әңгімесін айту. Мына жерде мынаны бүйту керек, мыналарға қарсы джихад жариялау керек, мына жерде ичтихад былай болды, мына жерде Абу Ханифа адасты, мына жерде тіпті кейбір сахабаларға дейін тіл тигізеді. Мысалға, тарауых намазы оқытылған кезде Рамазанда Хазіреті Омар радиаллаху анхтың заманынан бастап күллі мұсылман үмбет 20 ракат оқыған. Дегенмен қазіргі таңда кейбір тұлғалар Хазіреті Омарға тіл тигізгісі келеді. Яғни Хазіреті Омар және сахабалардың бір ауыздан иджмамен бекіткен сол тарауых намазының 20 ракатына наразы болып, бұл дұрыс емес, 8-і ғана дұрыс дегендей осындай сахабаларға тіл тигізуге дейін барады. Көрдіңіз бе? Мысалға, Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху ан ол намазда бір-ақ рет қол көтерген. Ифтитах, тахрима дейміз ғой. Бірінші такбірде ғана қол көтерген. Басқа жерде қол көтермеді. Сол кісіге де тіл тигізеді. Ол кісі ұмытшақ болған, ол кісінің память слабый болған дегендей осындай әртүрлі айыптаулар айтады. Көрдіңіз бе? Себебі олардың түсінігінде тура білім тек қана оларда, ал олардың көзқарасына сәйкес келмейтін сөздер, пәтуалар, иштихадтар, риваяттар, мазхабтар я әлсіз немесе тіпті әлсіз ойдан шығарылған, сондай дұрыс емес деп есептейді олар. Көрдіңіз бе? Сол үшін тіпті үлкен ғалымдарға тіл тигізуден тартынбайды. Имам Ибн Хаджар Асқалани, имам Науауи, имам Абу Ханифаға тіл тигізу. Тағы да басқа, тіпті имам Бухари мен имам Муслим секілді ғалымдардың өзіне радикалды бағанағы діншілдер тіл тигізеді. Көрдіңіз бе? Өздерінің дүние танымы ол негіз, оған сәйкес келмей ма, болды. Кез келген тұлғаны ол кісілер айыптауға дайын, бидғатшы деп айыптауға, немесе діннен шығып кеткен, адасқан деп айыптауға әр заман дайын болады. Осындай көптеген белгілері бар. Жалпы салт дәстүрді мойындамау, салт дәстүрді жоққа шығару, салт дәстүрмен дінді бір-біріне қарама-қайшы көрсету. Бұлар бір-бірімен сыйыспайды. Дін ұстансаң, сен салт дәстүрді ұстана алмайсың. Салт дәстүрмен жүретін болсаң, сен дінді дұрыс ұстай алмайсың дегендей, осындай бір-бірімен қақтығыстыру осы екі ұғымды. Тура сол секілді дінді мемлекеттің жүйесімен қақтығыстыру. Яғни, мұсылман болған адам мемлекетте бейбіт патриот азамат ретінде өмір сүре алмайды. Патриот болған адам ол шын мұсылман болмайды деген осындай бір-біріне қарама қайшы болмаған нәрсені бір-бірімен қақтығыстырып, осындай адамдардың санасында әртүрлі қақтығыстар мен шиеленіс сызықтарын сызуда ол осындай деструктивті діни ағымдардың белгілеріне жатады. Енді бұларды сайып келетін болсақ өте көп. Мен енді белгілі сипаттан айтып кеттім. Келесі сұрағымыз осы экстремизмнің алдын алуда қарапайым азаматтардың рөлі қандай? Жалпы енді экстремизмнің анықтамасын айттық. Экстремистік материалдардан сақ болу. Бір, ата-ана болатын болса, баласына назар аудару. Баласы егер діни контентті тұтынатын болса, қандай контент тұтынып жатыр. Дұрыс бағдар беру. Мектеп мұғалімдері болса, мектепті сыни ойлауды насихаттау керек. Тура сол секілді университет, қоғам белсенділері барлығы бұл тек қана енді
тек қана мемлекет күресу керек деген мәселе емес. Экстремизммен жалпы мемлекет та, қоғам да, қоғамдық ұйымдар да, жалпы кез келген азамат өзінің айналасын бақылап, қарап, көз құлақ болып жүру керек. Себебі қазіргі таңда бұл енді жұқпалы ауру секілді. Бір адамнан екінші адамға жұғады. Қалай жұққанын байқамай қаласыз. Бала 5 күн бір каналда отырады, 5 күннен кейін такфир жасай бастайды. Кімге? Бірінші анасына айтады: ана, сен кәпірсің, мен сенімен тамақ жемеймін дейді. Сосын әкесіне такфир жасайды, көрдіңіз бе? Сол үшін әрдайым азаматтар, азаматшалар жақындарына қарап отыру керек, бақылап отыру керек. Кейде әйелі кетіп қалады. Бізде осындай жағдайлар болған. Күйеуін тастап, бала шағасын тастап, Сирияға кетіп қалған әйелдер болды. Немесе наоборот, керісінше, әйелін тастап, бала шағасын тастап, Сирияға кетіп қалған бізде азаматтар да бар, көрдіңіз бе? Тура сол секілді ата-анасы дәстүрлі жолда, бірақ баласы радикал болып сотталып кеткен қазір жастар бар. 15 жасар, 16 жасар жастар, көрдіңіз бе? Сол үшін кез келген азамат сақ болу керек. Анау жұқпалы ауру болған кезде адамдар қолына антисептик қолданады. Мына жерге маска тағады бетіне, солай емес пе? Сосын қолын жуып жүреді, жалпы гигиенасына байқайды. Тура сол секілді осындай ақпараттық заманда әртүрлі өшпенділік идеологияларының тарап жатқан кезінде бізде де ақпараттық маска болу керек, ақпараттық антисептик болу керек. Тұтынып жатқан материалдарымыз позитивті, жақсы, пайдалы болу керек. Жалпы исламда пайдалы білім деген концепция бар. Білім пайдалы болса, білім пайдалы болса, ол Адам алейхиссалам секілді періштелерден жоғары тұтады адамды. Себебі пайғамбар Адам алейхиссалам Құранда айтылады ғой: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ дегенде ана Бақара сүресінде жалғасады. Алла тағала Адам алейхиссаламға көптеген есімдерді білдірді, үйретті дейді. Содан кейін періштелерге айтты, осы есімдердің анықтамаларын не екендігін түсіндіріп беріңдер. Періштелер: бізде білім жоқ деп жауап берді. Сол кезде Алла тағала: «Қала я Адаму анбиъхум би асмаихим». Адам алейхиссаламға айтылады. Адам алейхиссалам ана заттардың есімдерін, анықтамаларын толық айтып болғаннан кейін Алла тағала періштелеріне: «Усджуду ли Адама». Адам алейхиссаламға сажда жасаңдар. Міне бұл пайдалы білім. Көрдіңіз бе? Бұл пайдалы ақпарат, пайдалы білім адамды періштеден жоғары қояды. Екінші түрлі білім бар, ол зиянды білім. Оның иесі Иблис алейхиллана. Иблис. Ода да білім болған. Бірақ оның білімі зиянды болған. Ақпараты, білімі зиянды болған. Сол үшін ол не деді? Ана хайру мин. Мен мына адамнан артықпын деген. Артықпын. Сен оны топырақтан жаратсаң, мен оттан жаратылдым. Ол салыстыру арқылы, қияс. Жалпы қияс деген фикхта ол дәлел, бірақ өмірде ол өте қауіпті нәрсе. Ана адамды әртүрлі депрессия, стресске апаратын нәрсе ол. Мынау досым мынандай, мен неге мынандаймын? Салыстыру. Кезінде Иблис өзіні адам бабамызбен салыстырам деп адасып кетті. Міне сол жерде зиянды білім бар. Немесе Әбіл, Қабіл бар ғой. Адам алейхиссаламның екі ұлы. Бұл жерде біреуі екіншісімен бір-бірін салыстыру арқылы тоже адасып кетіп, бауырын өлтіріп тастады. Көрдіңіз бе? Сол үшін фикхта қияс ол жақсы нәрсе. Бірақ өмірде қияс, салыстыру, мынаның неге мынандай машинасы бар, менде неге жоқ? Мынада неге мынандай жағдай бар, менде неге жоқ дегенде қияс адамды әртүрлі стресстерге, әртүрлі жаман эмоцияларға апарады. Көрдіңіз бе? Сол үшін бұл жерде зиянды білім иесі ол Иблис, және ол зиянды білім оны тозаққа дейін апарды. Мәңгі бақи тозақта қалатындай қып, ол осылай адасты. Көрдіңіз бе? Сол үшін пайдалы ақпаратты тұтынайық, зиянды ақпараттан сақ болайық.
пайдалы ақпарат пен зиянды ақпараттың сипаттарын айтып кеттік. Адамды дамытатын, адамға шабыт беретін, жастарды дамытатын сондай бір жақсы ақпарат тұтынуымыз керек. Адамды депрессияға кіргізетін, ойбай, мына дүние қараңғы, мыналардың бәрі адасқан, мен бұл өмірде қалай дүниеде өмір сүрем дегендей осындай негативті ақпарат болатын болса, оған жоламаған абзал. Көрдіңіз бе? Қазір енді негатив тез сатылады ғой. Бір өлім болса, бір зорлық, зомбылық, насилие дейді ғой. Адамдар көп қарайды. Тіпті киноның өзін қарағанда боевик жақсы көреміз ғой бәрі. Себебі ол жерде өлім бар, бағанағыдай атыс бар, жарылыс бар дегендей. Құранда Алла Тағала айтады: "Ва канал инсану аксара шайин жадала". Адам баласы жалпы талас тартысқа өте бейім, қақтығысқа өте бейім. Сол үшін адамды дамытатын сондай позитивті қазір ақпарат өте көп. Соны тұтынуға тырысу керек. Ал енді зиянды ақпарат болса, сразу отписаться етіп, немесе рекомендовать етпе деп, ана әлеуметтік желіде не болатын болса, соны алып тастап отыру керек. Көрдіңіз бе? Екінші рет ол алгоритмге кірмей, немесе сондай бір авторлар болатын болса, өте сондай зорлық, зомбылық насихаттайтын, қатты негативті насихаттайтын, әртүрлі жаман ақпарат таратын болса, олардан отписка жасаған дұрыс деп есептеймін. Сол үшін ақпараттық гигиена қазіргі заманның өте керек дағдысы. Әрбір адамда сондай дағды қалыптасу керек. Позитивті ақпарат қолдану керек. Немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ман кана юъмину биллахи вал яумил ахири фальяқул хайран ау фальяскут". Кімде-кім Алла және ақиретке сенетін болса, жақсылықты айтсын, немесе үндемесін. Көрдіңіз бе? Сол үшін дұрыс ақпаратты тұтынайық, хабардар болайық. Әртүрлі ақпараттық вирустар тарап жатқан кезде сол вирустарға қарсы бізде иммунитет болу керек. Иммунитет болу керек. Діни салада айтатын болсақ, бұл вирустар, деструктивті ағымдар, радикалды ағымдар, террорлық ұйымдар, әртүрлі экстремистік топтар, бұлар қоғамдағы вирустар болып есептеледі. Идеологиялық вирустар болып есептеледі. Және жастарда осы вирустарға қарсы мықты иммунитет болу керек. Көрдіңіз бе? Діни экстремизм мен терроризм ұғымдарын шатастырып жатады. Сол себепті ең алдымен бізге осы екі ұғымның құқықтық тұрғыдан айырмашылығы қандай, соны түсіндіріп берсеңіз. Бұл екі ұғымның анықтамалары жалпы өте көп. Анықтамада универсалды әмбебап анықтама осы уақытқа дейін жоқ. Әрбір мемлекет, әрбір халықаралық ұйым бұл екі ұғымға әртүрлі анықтамаларды береді. Соның ішінде Қазақстанда да экстремизмге қарсы және терроризмге қарсы екі заң бар. Ислам тану тұрғысынан айтатын болсақ, экстремизм бұл шектен шығу деген мағынаны білдіреді. Яғни ислам тұрғысынан әр нәрсенің өзінің мөлшері болады. Сол мөлшерден тысқары шектен адам шығатын болса, ислам тану тұрғысынан ол экстремизм болып есептеледі. Оның аты татаруф немесе ғулу. Мысалға Құранда «Ла тағлу фи диникум» дінде шектен шықпаңдар деген аят бар. Тура сол секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям «Иякум вал ғулуа фи дин фа иннаху ахлака ман кана қаблакум ал ғулуу фи дин». Дінде шектен шықпаңыздар, себебі сізден бұрынғы үмбеттер діндерінде шектен шығып үлкен зиянға ұшырады. Хәлак болды, үлкен зиянға ұшырады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады. Бұл шектен шығу сенімде болуы мүмкін. Адамның дүниетанымында болуы мүмкін. Адамның іс-әрекет амалдарында болуы мүмкін. Сондықтан жалпы діни тұрғыдан бір термин ғулу болатын болса, екінші термин татаруф. Шетін бір тарапты көзқарасқа ие болу.
Заң тұрғысынан бұл енді мемлекетке қарсы, конституциялық жүйеге қарсы әрекет жасау, соларға қарсы үгіттеу секілді көптеген тетіктері бар. Қазақстан Республикасында содан кейін 174-ші белгілі бап бар, қылмыстық кодекстің. Ол жерде де ұлтаралық, дінаралық әртүрлі алауыздықты қоздыруды экстремизмге жатады. Жалпы жазасына келетін болсақ, 2000 айлық есеп көрсеткіштен бастайды, 20 жыл бас бостандығынан айыруға дейін сондай санкция қарастырылған, жаза қарастырылған. Экстремизм дегеніміз осы шамамен. Енді заңда толық зон анықтамасы бар, дегенмен исламтану тұрғысынан осындай қысқаша анықтама бере аламыз. Терроризм дегеніміз негізінде террор деген үрей деген мағынаны білдіреді. Үрей туғызу. Бұл жерде халықтың арасында, бейбіт азаматтардың арасында, мемлекеттік органдардың арасында, немесе халықаралық ұйымдарға қарсы үрей туғызу. Яғни бір террор актін жасау, жару, өлтіру, қорқыту, өрт жасау, тағы да басқа осындай әртүрлі терроризмнің түрлері көп жалпы. Оның да 200-ге жуық анықтамасы бар, бірақ негізгі түбірі үрей туғызу. Террор деген үрей деген мағынаны білдіреді. Исламтану тұрғысынан бұл ирхаб, яғни адамдарды қорқыту деген мағынаны білдіреді. Бізде де енді қылмыстық кодекстің 255-ші, 256-шы бабы бар. Экстремизм акті және экстремизм насихаттау секілді о жерде әртүрлі анықтамалар бар. Жалпы 6 жылдан бастап 10 жылға дейін, тіпті бір бап бойынша, екінші бап бойынша 7 жылдан 12 жылға дейін, және өмір бойы бас бостандығынан айыру жазалары қарастырылған. Сондықтан экстремизм бұл шектен шығу, терроризм үрей туғызу, террор акциясын, террор актін жасау арқылы үрей туғызу деген мағынаны білдіреді. Экстремизм көп жағдайда адамның ұстанымдарында, идеологиясында, көзқарастарында болса, террор ол тікелей іс-әрекет, тікелей амал деп айтуға болады. Осындай шамамен айырмашылықтары бар. Бірақ бізде енді бақ құралдары әртүрлі бұл терминдерді әртүрлі қолданады. Сол үшін халықтың жалпы көзқарасында экстремист, террорист деген көп жағдайда синоним сөздерге айналып кеткен. Келесі әрі соңғы сұрағымыз қалған екен. Осы қоғамда құқықтық мәдениет пен қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыру үшін ең алдымен қандай қадамдар жасау керек деп ойлайсыз? Жалпы енді бізде мектептен бастап құқықтану деген пән бар. Құқықтану пәнін оқу керек. Кез келген екі адам кездессе, ол екі адамның арасында ереже пайда болады. Кез келген екі адам араласса, олардың арасында ереже пайда болу керек. Көрдіңіз бе? Ереже пайда болады. Бір-бірімен мәмілесі қандай болады, ортақ бір істер болса, сол ортақ істе қандай пайданы қалай бөліседі, жұмыс қалай істейді дегендей кез келген. Сол үшін ал енді үлкен көпшілік бір жерде тұратын болса, ол жерде міндетті түрде көптеген ережелер керек. Сол үшін құқықтану деген пәнді оқу керек жалпы. Қазақстанның заңнамаларын білу керек. Егер діни салада маман болам дейтін азаматшалар болатын болса, олар осы дінге қатысты заңнамаларды білуі керек деп есептеймін. Жалпы енді бір күмәнді бір құқықтық жағдайлар болған кезде міндетті түрде маманға жүгіну, заңдарды оқу, заңдарды білмеу адамды жауапкершіліктен құтқармайды. Сол үшін меніңше қазіргі болып жатқан құқықтық өзгерістерден хабардар болу керек. Жалпы адам баласы әлемде не болып жатыр, елде не болып жатыр, қалада не болып жатыр, қоғамда не болып жатыр, сол нәрселерден хабардар болу керек.
көп жағдайда адамдар енді білмегеннен кейін осындай қателіктер жасайды, қылмыстар жасайды. Сол үшін құқықтық мәдениетті қалыптастыру өте маңызды. Әр адамның іс-әрекеті белгілі нормалардың шеңберінде болу керек. Тәртіпке бағынған құл болмайды дейді. Көрдіңіз бе? Сол үшін тәртіп өте маңызды. Тәртіп деген дініміздің де талабы. Біздің ислам діні жалпы ол тәртіп діні, тазалық діні. Бірақ көп жағдайда адамдар сол тәртіппен тазалықты эгоизммен ғана шектейді. Менің денем таза болса болды. Қауыршаған орташы, шаруасы жоқ. Көрдіңіз бе? Тура сол секілді өзі, қоршаған ортасы, барлық маңайдың барлығы тәртіппен болу керек. Тәртіп деген не білесіз бе? Мысалға, мынау шаш таза. Бірақ сен оны тамақтың ішіне салып қойсаң, болды, ол адамның аппетитін бұзады. Немесе май алайық, тамақ алайық. Тамақ, мысалға, адамның зауқын ашып, жейді адам. Бірақ сол тамақ мына жерге түсіп қалсыншы киімге. Мынаны шешіп жууға тура келеді. Себебі ол мына жерде ластау, таза тамақ. Бірақ орынсыз болғаннан кейін, тәртіп болмағаннан кейін, ол мына жерді ластайды. Сондықтан әр нәрсенің өзінің орны болу керек. Көрдіңіз бе? Шаш ол таза, бірақ оның орны ауысып кетті ма, болды, ол тамақтың несін бұзады. Көрдіңіз бе? Дауға себеп болады. Тура сол секілді таза бір сусынды, немесе таза бір тамақты біреудің үстіне шашып жесең, ол жерде де қақтығыс пайда болады. Баяғыда ұстаздар айтатын еді, ат-тахият өте жақсы дұға. Бірақ сен оны қиямда оқитын болсаң, намазың бұзылады. Әр нәрсенің өзінің орны бар. Тәртіп дегеніміз әр нәрсені өз орнымен жасау, тәртіпке бағыну керек. Жалпы құқық тану пәнін көбірек жақсырақ оқу керек. Мен қазір енді құқықтанушыларға ислам құқы пәні бойынша сабақ берем. Жалпы өте керек пән. Қазіргі таңда көп адамдар сол құқықтық сауаты болмағаннан кейін алаяқтардан зардап шегіп жатыр. Әртүрлі мынау интернетте алаяқтар көп. Құқықтық сауат жоқ, көрдіңіз бе? Әртүрлі секталардан зардап шегіп жатыр. Әртүрлі мошенниктерден зардап шегіп жатыр. Осылардың барлығынан сақ болу үшін құқықтық мәдениет қалыптастыру, құқықтық сана қалыптастыру өте маңызды. Жалпы ұстаз, бүгінгі бізге берілген уақыт аяқтауға таяп қалыпты. Бүгін бізге келіп, бізбен сұхбаттас болғаныңызға алғыс білдіреміз. Осылайша, құрметті көрермендер, бүгінгі біздің подкастымыз аяқталды. Сіздерге пайдалы болса, бізге лайк басып, пікір қалдырып, өзіңіздің жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі подкасттарда жүздескенше сау, саламат болыңыздар.